Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тойымды, пайдалы, әрі қолжетімді азық-түліктен тұратын өте оңай салат дайындайтын боламыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен біз етімізді суға қайнатып пісіріп аламыз. Менде бүгін тауықтың төс еті. Яғни тауықтың да етін қолдануға болады, сиырдың да етін қолдануға болады. Бұл жағын өзіңіз таңдайсыз. Және де оны видеода көрсетілгендей суыған соң бөлікке бөлеміз. Сосын барып төрт бұрышты етіп турайтын боламыз. Енді біз салатымызды дайындаймыз. Яғни ыдысымызға осы салат жапырағын қолмен үзу арқылы осылай саламыз. Бір пучокты жақсылап жуып алып, кептіріп осылай үзіп тастаймыз. Сосын оның үстіне жаңағы туралған етімізді саламыз. Кейіннен консервідегі фасольді саламыз. Және консервідегі жүгеріні саламыз. Сосын тазартылған, яғни ашылған пістені саламыз. Және осылай 3 ас қасық майонезді қолданамыз. Егер де сізге майонез араластырғанда аздау болып жатса, тағы жарты немесе 1 қасық қоссаңыз болады. Және дәміне қарай тұз қосамыз. Болды, тек қана осы азық-түліктен тұратын салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Барлық жеріне майонезімізді жеткіземіз. Осылайша біздің салатымыз дайын. Көргеніңіздей қолжетімді азық-түліктен ғана тұрады. Және дәмі өте ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер. Үй-іштеріңізге ұнайтыны сөзсіз. Және де қонақтарыңызға қойғанда ұялмай қоятын, дастарханның көркін ашатын салат болып табылады. Егер де менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Және де алдағы шығатын жаңа рецепттерді жібере алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар.